Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз алгебра 7-ші сынып 346-шы есепті шығарамыз. Бұл жерде мынандай y-тен 10 бөлінген x деген функция берілген, және бізде a, b, c және d нүктелері берілген. Енді бізден сұрайды, осы нүктелердің қайсысы мына функцияның графигінде жатады дейді. Ол үшін бірінші a нүктесін алайық. A нүктесін бірінші минус нүктесін деп отырғанымыз x, ал y деп отырғанымыз минус 200. Егер біз осы x-тің мәнін және y-тің мәнін мына жерге x-тің орнына және y-тің орнына әкеп қойып теңдік орындалатын болса, онда мына a нүктесі осы функцияның бойында жатады деп есептелінеді. Ал енді кеттік көрейік. Y-тің орнына минус 200-ді қоямыз. 10 бөлінген x-тің орнына минус 0,5-ді қоямыз. 0,5. Енді бұл екеуі тең ба? Ол үшін бірінші мына минус 200-ді қалдырып қояйық. Мынаның алымында бөлімінде 100-ге көбейтейік. 100-ге көбейтетін болсақ, мына минус 5 болады. 100-ге көбейтсек, мынау 1000 болады. Яғни 1000-ды 5-ке бөлсек, бізде 200 шығады. 1000-ды 5-ке бөлсек, бізде 200 шығады. Сондықтан минус 200 тең минус 200 деп жазсақ болады. Сонда бұл теңдік орындалып тұр. Демек, a нүктесі тиісті функцияға, яғни y-тен 10 бөлінген x деген функцияның бойында жатады деген сөз. Оны не істедік? X-тің орнына y-тің орнына минус 200-ді қойдық, x-тің орнына минус 0,5-ді қойдық. Минус 200-ді қалдырып, мынаның алымында бөлімде 100-ге көбейтіп. Неге? Себебі минус 0,5 100-ге көбейтсек, ол 5 болады. Сол кезде бізде бөлуге ыңғайлы болады. Мына жерде 100-ге көбейтсек 2 жазылып, 1000 бөлінген минус 5 болады. 1000-ды минус 5-ке бөлсек минус 200 болады. Яғни минус 200 пен минус 200 тең, демек теңдік орындалып. Олай болатын болса, a нүктесі осы функцияның бойында жатыр деген сөз. Енді b нүктесін көрейік. Тура сол сияқты b нүктесі мынау бізде x болсын, мынау бізде y болсын. Ал енді кеттік, y-тің орнына 100-ді қояйық. 100 тең 10 бөлінген x-тің орнына минус 0,1-ді қояйық. 0,1. Енді 100-ді қалдырып қояйық. Мынаның алдында минус бар. Мынаны 10-ға көбейтеміз 1 болады. 10-ға көбейтеміз 100 болады. Демек, 100 тең алдында минус бар 100 болады. Бұл екеуі тең емес. Яғни, b нүктесі мына функцияның бойында жатпайды. Яғни, берілген функцияның бойында жатпайды. b нүктесі тиісті емес y-тен 10 бөлінген x функциясына. Яғни, бізде тек қана a нүктесі жатып тұр әзірше. Енді c нүктесін алайық. c нүктесі мынау бізде 400 болсын. 400 деп отырғанымыз x болсын. Y деп отырғанымыз 0,25 болсын. Енді осының орнына қойып, жататын жатпайтын қалай анықтаймыз. Y-тің орнына бізде y-тен 10 бөлінген x емес па, y-тің орнына 0,25-ді қоямыз. Сонда 0,25 тең 10 бөлінген x-тің орнына 400-ді қояйық. Сонда бізде 0,25 тең 0 мен 0 қысқарады, 1 бөлінген 40 болады. 1 бөлінген 40 бізде ол 0,125 шықпайды. Ол бізде 0,1025 шығады. Яғни 0,25 тең 0,1025 болады. Демек, бұл да тең емес. Демек, c нүктесі де y-тен 10 бөлінген x функциясының бойында жатпайды. Әзірше бізде a нүктесі ғана жауап болып тұр. Яғни, осы функцияның бойында жатып тұр. Енді бізде тағы d нүктесі бар. Мына x-тің орнына d, x-тің орнына 500, y-тің орнына минус 0,2-ні қояйық. Ал енді кеттік. Y деп отырғанымыз бізде минус 0,2, 10 бөлінген x деп отырғанымыз 500. Енді осы теңесемі? Менімше теңеспейді, себебі мына жерде минус сан болып тұр. Ал мынау бізде 10 бөлінген 500 ол плюс сан болып тұр. Қалай алсақ та.
ал енді шығарып көре салайық. 0,2 мұны 9 шығарып 1 бөлінген 2 деп 1 бөлінген 50 деп отырғанымыз ол бізде 0,2 плюс 0,2. Демек бұл екеуі тең емес. Оң сан мен теріс сан тең емес. Сондықтан д нүктесі де y-тен 10 бөлінген x функциясының бойында жатпайды деген сөз. Демек бізде тек қана бір ғана нүкте жатады екен, ол бізде а нүктесі осы функцияның бойында жатады. Қалған нүктелер оның бойында жатпайды, себебі теңдік орындалған жоқ. Сонымен есептің шығар жолы осындай. Егер есептің шығар жолы түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады.